Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, телесабағымызға қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Қожа Ахмедов Асылбек Асенбекұлы, тарих пәні мұғалімімін. Бүгін сіздермен дүниежүзі тарихынан неліктен ақш өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Оқу мақсаты ақштың капиталдық монополиядағы даму ерекшеліктерін анықтау, еуропалық отаршылдық экспансияның шығыстың дәстүрлі қоғамына тигізген ықпалын сипаттау. Алдымен экранға назар аударайық. Капиталистік солтүстік, құл иеленушілік оңтүстікті жеңуі ақштың қарқынды дамуына жол ашты. Бұл қазба байлықтарынан көмір, темір және де басқа кендердің, мұнай мен алтынның айтарлықтай қорларының болуы өнеркәсіптік саланың дамуына зор мүмкіндіктер берді. Америка құрама штаттарының индустриалдық елге айналуы өндірістің шоғырлануы мен капиталдың орталықтандырылуымен бірге жүрді. Бұл үдеріс азамат соғысынан кейін басталды. 70-ші жылдардың соңында капиталистердің алғашқы ассоциациясы қалыптасты. Ал 90-ші жылдары трестер пайда болды. Шоғырландыру экономиканың барлық салаларында, өнеркәсіпте, темір жол көлігінде, банк және ауыл шаруашылығында орын алды. 1900 жылы темір жолдардың жартысынан көбі Морган, Вандербильт, Харриман сияқты компанияларының қолында болды. Металлургия саласында Карнеги және Морган болат балқыту трестері әлемге танымал болды. Сол заманның ең үлкен трестері Ford, General Motors және Chrysler автомобиль өндірісінің 80% үлесіне ие болды. Сонымен қатар 20 ғасырдың басында елдің саяси және экономикалық өміріне банктердің ықпалы зор болды. Алғашқы қаржы магнаттары пайда болды. Олардың бірі Морган әулетінің өкілі Джон Пирпонт Морган болды. Рокфеллер мұнай компаниясы Standard Oil Company 1870 жылы құрылды. Небәрі 9 жылдың ішінде бұл компания мұнай саласында монополиялық жағдайға ие болды. Ол мұнай өндірудің 90%-ын өз қолында ұстады. Моргандар, Рокфеллерлер, Вандербильттер ақштың қаржы олигархиясын құрады. Ғасыр басында ақштың 445 тресті өнеркәсіп өнімдерінің 4-3 бөлігін шығарды. Осылайша американ капитализмі империализмге айналды. Видеоматериалда айтылғандай, Солтүстік Американың азамат соғысында жеңіске жетуі ел аумағында капиталистік қатынастардың дамуына жол ашты. Еуропа мен Азиядан ағылған миллиондаған иммигранттар жұмыс күші ретінде пайдаланылды. Иммигранттар саны 10 миллион адамнан асты. Олардың арасында көптеген білікті жұмысшылар болды. Елдің шығысындағы индустрияның орталықтары болған ірі өнеркәсіптік орталықтар Чикаго, Питтсбург және Кливленд қалалары болат, мұнай, химия, электротехника салаларында қарқынды жұмыс жасады. Өнеркәсіптік өндіріс көлемі бойынша Америка құрама штаттары дамыған батыс Еуропа мемлекеттерін басып озып, 1894 жылы әлемдегі бірінші орынға шықты. 65 миллион гектар жерді иеленген ірі капиталистер мен темір жол компаниялары ауыл шаруашылығында озық техникаларды кеңінен қолданып, экономиканы дамытты. 19 ғасырдағы американ капитализмі монополистік капитализмге, империализмге ұласқан болатын. ақштың қиыр шығыстағы Жапон мемлекетін күшпен ашуға әрекет жасады. Жапонияда 16 ғасырдың соңында сигунат деп аталатын билік жүйесін орнықтырған Токугава әулеті 17 ғасырда елді шетелдіктерге тонатпау мақсатында жабық есік саясатын жариялады. Әулет тарихының ерекшелігі 19 ғасырда билеуші шенеуніктерге айналған самурайлар әскери тобының болуында еді. Олар даймелерден жыл сайын жалақы алып отыруға құқылы болды. Ал бұл самурайлардың ауыл тұрғындарының мазасын алатын қарақшыларға айналмау үшін жасалатын шара болды.
Ал ел басқарушы Сегундар болса, даймелерді өзіне бағынышты ете алмады. Осылайша берекесі кеткен Жапон қоғамына 19 ғасырда соққы болған екі жағдай орын алды. Оның біріншісі Азияның алпауыты саналатын Қытайдың апиын соғыстарында еуропалық мемлекеттерден жеңілуі болса, екіншісі ақш командоры Мэтью Перридің Жапон жағалауына келіп тоқтауында еді. Сегунат тарихының тағы бір ерекшелігі христиан дінін таратушы миссионерлерді мүлдем жаратпауында болды. Себебі христиандар елдегі тұрақтылықты бұзады деп ойлады. Сонымен 1853 жылы командор Жапонияны Америка капиталистеріне ашу үшін 7 әскери кемесімен Жапон жағалауына келіп тоқтады. ақш флотының басым болуы Сегунатты 1854 жылдың 13 наурызында Канагава деген жерде бірінші Жапон-Американ шартына қол қоюға мәжбүр етті. Осылайша 215 жылға созылған Токугава Сегунатының жабық есік саясаты күйреді. Жалпы алғанда ақштың Жапонияны ашудың негізгі үш себебі болды. Олардың алғашқысы теңіздегі Американ саудасын дамыту болса, екінші себебі Американың теңізде жүзетін әскери кемелерін кез келген шабуылдан қорғау мақсатында жапондық флотты пайдалану болды. Ал үшінші себебі Жапон порттарын ақш пароходтары мен кемелерін көмірмен жабдықтаудың орталықтарына айналдыру болды. Канагава шартында Жапон елі ақшпен мәңгілік бейбітшілік шартын жасай отырып, кез келген мәселені келіссөз арқылы шешуге қол жеткізді. Сонымен қатар, ел аумағында жүргізілетін алтын, күміс және айырбас саудасы Жапон үкіметі бекіткен ережелер арқылы жүргізілетін еді. Ал ақш елі болса, бұл шартта да үлкен мүмкіндіктерге ие бола отырып, Жапонияның Хоккайдо, Симода және де Хакодате порттарында сауда жасап қана қоймай, өз консулдықтарын ұстауға құқылы болды. Жапондықтар ақш азаматтарына оң көзқараспен қарауға және саудада қолайлы жағдай жасауға міндеттелген болатын. Ал олай болса, құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта меңгерген мәліметтеріңіз арқылы ақш экономикасының дамуының себеп салдарын салалары бойынша жіктеп, қорытынды ой жазыңыз. Үлгі ретінде сіздерге әлеуметтік дамудың әлеуметтік себеп салдары көрсетілген болатын. Ал олай болса, құрметті білім алушылар, тақырып бойынша алған ақпараттарыңызды еске түсіре отырып, келесі тапсырмадағы бос орындарды толтырыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауаптарыңызды салыстырайық. Сіздерде де осылай шықты деп ойлаймын. Өте жақсы, бұл керемет жетістік. Сабақ соңында үй тапсырмасы ретінде 19 ғасырдағы Жапон еліндегі Мэйдзи төңкерісі жайында төмендегі тірек сөздерді қолдану арқылы шағын әңгіме құрастырыңыз. Бұл тапсырманы орындауда Википедия сайты, Судопедия сайты, сонымен қатар шет елдердің жаңа заман тарихы атты Жұмағұловтың, Беделева және Садықованың оқулығы ресурсы ретінде осы ресурстар өз көмегін тигізеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.